Бәсекеден тыс. Лиза Бивер. 10-шы тарау. Бәсекесіз өмір. Жаңа мақсат қоюға, немесе жаңа нәрсені армандауға еш қашан тым қарт емессіз. Льюис. Батылдық пен Құдайға бағышталғандықтың тағы бір ежелгі хикаясын бөліскім келеді. Ертеде сұлу да жас Текла есімді күйеуге тимеген бір ару өмір сүріпті. Бір күні ол көрші үйде Паул елшінің ізгі хабарды уағыздап жатқанын естіді. Паул жас жігіттер мен қыздарды пәктік пен ізгілік арқылы Мәсіхті мадақтауға шақырған кезде ол мұқият тыңдайтын. Текла атастырылған еді. Алайда елшінің сөздерінен кейін ол алдағы некеден бас тартып, күндерін Құдайдың даңқы үшін арнайтынын шешті. Паул елші сөзінің Теклаға сонша әсер еткенін білмеді. Арудың анасы мен болашақ күйеуі шешімін дұрыс деп санамайды. Олар ашулы халықты Паулға қарсы айдап салу үшін бар байланыстары мен ықпалын пайдаланды. Нәтижесінде елші Кония басшылығының алдында сотқа тартылып, соңында түрмеге жабылды. Қатты қайғырған Текла әшекей бұйымдарын жинап алып, түрме күзетшілеріне сый ретінде ұсынды. Осылай хикаядағы ару Паул елшімен жеке кездесіп, ізгі хабарды тыңдап шықты. Арудың туыстары жоғалған қыздарын Паулдың түрмесінен тауып алғанда, екеуін де қала билеушісінің алдына келді. Қамалдағылар елшіні қамшымен ұрып, қаладан қуып шықты. Текланың анасы қызын сот алдына қойып, ару өлім жазасына кесілді. Текла зор бүлік шығарды. Басқа арулар Теклаға еліктемесін деп, басшылар Текланы отқа өртеуге үкім шығарды. Текла өлім жазасына кесілерде Паул елші мен басқа сенушілер қала сыртындағы үңгірлерге жиналып, бірлікте дұға етті. Текла бағанаға байланған болатын. От жағылған кезде айбар жалындар оған еш зақым келтірмеді. Қас қағымда бұрын соңды болмаған бір дауыл басталып кетті. Нөсер аруды жалмап қояр болған, жалынды сөндіріп тастады. Сонымен Текла сұмдық ажалдан аман қалды. Грек халқы бұны өздері сенген пұттардан келген керемет көрініс санап үрейге батып, аруды босатып қана қоймай, қалаларынан да қуып шықты. Баспанасыз қалған Текла басқа жер аударылған мәсіхшілерге қосылды да, Паул елшімен бірге Антиохияға аттанбақ болды. Қауым қалаға кірген бойда Ескендір есімі бір беделді адам Теклаға қызығып, оны Паул елшіден сатып алмақ болды. Ниетін орындай алмаған ол енді аруды күшке салып тұтқындамақ болды. Алайда Текла ар намысы үшін жан аямай күресіп, Ескендірдің басынан лавр гүлдестесін түсіріп тастады да, жұрт көзінше ары итеріп Құдай жаратылысына тиісуші болмасын деп бұйырды. Ашулы Ескендір оны Антиохия билеушісіне сүйреп апарады. Тергеу кезінде Текла Александрдың киімін жыртып, қашып кеткен болғанын мойындады және тағы өлім жазасына кесілді. Үкімнің іске асуы келесі күнге жоспарланған болатын. Бұл жолы оны жабайы аңдар жыртып тастамақ болды. Бұл жайт Антиохия әйелдерінің көңілдерінен шықпады. Теклаға шығарылған үкім оларға әділетсіз көрінді. Римдік текті бір әйел арудың пәктігін сақтап қаламын деп Текла үшін түрмеде емес, өз үйінде түнеп шығуға рұқсатты талап етті. Бір кеш ішінде әйелдер жақын дос болды. Келесі күні таңертең Текланың шынжырмен байлап, қаһарлы арыстанның алдына алып бара жатқанда, егде әйел көзіне жас алды. Жалаңаш қыз арыстан мен аю алаңына итеріп шығарылғанында жиналған жұрт зор шу көтерді. Ұрғашы арыстан бірінші тап берді. Ол аруға шауып барды да, шабуылдаудың орнына Текланың алдында қорғаныс ретінде тұрып алды. Аю да
Шапқанда ұрғашы арыстан оны аруға жоғалтпай жыртып өлтірді. Еркек арыстан шабуылға келесі шықты. Бірақ ұрғашы арыстан аруды тағы да сақтап қалды. Шайқас екі арыстанның да өлімімен аяқталды. Денелері арудың алдында құлап түсті. Ойын ұйымдастырушылары басқа жануарларды босатты. Бірақ жауыз аңдар бірінен соң бірі күтпеген жерден шегініп, шабуыл жасаудан бас тартты. Жаңа ғана гүрілдеп тұрған халықты Құдай алдындағы үрей кернеді. Жиналғандар үндемей қалды. Сонда Текла даусын көтеріп, батылдықпен дұға ете бастады. Қала әмірі орнынан тұрып, ойындарды тоқтатты. Ол алдындағы ару мен оған дарытқан күшті білуді қалады. Текла былай деп жауап берді. Мен тірі Құдайдың қызметшісімін. Құдай толықтай риза болған көктен келген Мәсіхке сендім. Өйткені құтқарушы да мәңгілік өмірдің бастауы да жалғыз ол. Оған сенбеген өмір сүрмейді. Әмірші аруды киіндіріп босатуды бұйырды. 100 деген тіпті мыңдаған адамдар сол күні Мәсіхті қабылдады. Қауымның алғашқы жылнамаларында сай, Антиохия әйелдері дауыстарынан қала қабырғалары шайқалғанша бір ауыздан Құдайды мадақтады. Текла ұзақ, толыққанды өмір сүруді де 90 жасында қайтыс болғанға дейін ізгі хабарды уағыздады. Батыл өмір. Текла есімді әйел соншалықты күшті еткен не? Ол жалаңаш болды да ұялмады. Өйткені Иса Мәсіхтегі аян арқылы өзінің шынайы болмысын білді. Өте жас сенуші болса да, Құдай патшалығының сенімді елшісі болды. Алаңда дұға етіп даусын көтергенде, өлім алдында ерлік көрсетті. Толық киінсе де, мінберде уағыз айтуына тыйым салатын батыл ару, сол қанды алаңда, жабайы аңдардың арасында жалаңаш тұрып, көптеген жанды жаратқан иеге қарай бағыттады. Осындай әңгімелерді оқығанымда, мен Хауа анамның күлімсірегенін елестеткенді ұнатамын. Сараның да шаттанатыны шығар. Хауа ана қауіпсіз Едем бағында жеңілсе де, Құдайдың рухани қайта туылған қыздары дұшпанның арасында жүріп жеңіске жетті. Жұрт өлім жазасын тамашалауға келді. Алайда тұтқын қызды толығымен ақталғанына куә болды. Біздің өмірлеріміз мұраны жалғастыра берсін. Күнделікті құтқарылуымыз бен бүкіл болмысымыз тек Мәсіхте және оның өзінде екенін жариялағанда, Құдайдың құдіретін қабылдай аламыз. Әрі Исаның қайта оралуын тездетеміз. Киелі кітап туралы адамзат тарихында кез келген уақытта білгенімізден гөрі бүгін көбірек білеміз. Бұл білім бізді қайда апарды? Ақпаратымыз жеткілікті, алайда өзгеріс жоқ сияқты. Өмірдің көптеген салаларында Құдай сөзі мен киелі рухтың басшылығынан гөрі адамдар ақылда әлеуетті маңыздырақ көреді деп қорқамын. Алайда қалауым бұдан зор. Рухымда сезетінім киелі рухтың төгілуі мен теңдесі жоқ егін ору. Бұл күйреген дүние Құдайдың құдіретін көруге тиіс. Ертедегі қауым секілді дұға етер заманымыз келіп қалған шығар бәлкім. Ал енді уа иеміз олардың қоқан лоқысын көріп, құлдарына сенің сөзіңді зор батылдықпен уағыздайтын күш бере көр. Қолыңды созып, ауруларды сауықтыра көр. Қасиетті қызметшінің Исаның атынан кереметтер мен ғажап істер жасап, құдіретіңді көрсете көр. Елшілердің істері 4 тарау 29-30 аяттар. Мұндай дұғалар не оқиғаларға себеп болды кен? Олар сыйынып болғаннан кейін өздері жиналып отырған жер қозғалып кетті. Бәрі киелі рухқа кенеліп, Құдай сөзін батылдықпен уағыздады. 31 аят. Құдай сөзін батылдықпен еш кедергісіз жариялайтын уақытымыз келді. Бір қарасақ, Текланың тап болған бөгеттері біздікілерден онша айыр емес. Ол өзінен ешкім күтпеген таңдау жасап, толығымен Құдайға бағышталған өмір сүруге шешім қабылдағанда, ашу ыза пайда болды. Отбасы мүшелері
оны тежеуге тырысты. Үкімет оны сенімін өзгертуге мәжбүрледі. Ер адамдар оны күшпен басқаруға, әрі бүлік деп санаған қарсылықты басуға тырысты. Алайда, осының бәріне қарамастан, Текла шынымен еркін болды. Ол үшін өмірде, өлімде маңызсыз. Ол өзінің жаратқан иенің құлы екенін жақсы білетін. Теңдесі жоқ өмір. Біз барлық жерде дауыл тасып тұрған күнде өмір сүріп жатырмыз. Кім екеніңізді, кімдікі екеніңізді білсеңіз, табандылық сақтап, түрегеп тұра бересіз. Біз теңдесі жоқ өмірді, киелі рух қана дарыта алатын өмірді таңдадық. Біз киелі рухтың арқасында жаңа өмірге ие болғандай, оның жетекшілігімен өмір сүре берейік. Жеке басымызды қастерлеп, бір-бірімізді ашуландырып, күндеуге жол бермейік. Галаттықтарға арналған хат, 5 тарау, 25-26 аяттар. Ендеше, бастағанымыздай аяқтайық. Бірегейлігіңізді түсіне отырып, рухқа сәйкес өмір сүре бастаңыз. Біреудің көшірмесі болмай-ақ қойыңыз. Көктегі әке өміріңіздің ең маңызды сәттерін алғашқы деміңізді алғанға дейін жазып қойған. Ол өміріңізді тірі әріптермен жазды. Өміріңізді сіздің орныңызға ешкімде кеше алмайды. Хикаяңыз шындық болатын кез келді. Өзіңізді емес, басқаның өмірін сүрсеңіз, киелі рух сізге тапсырғанды орындай алмай, сізге арнағанынан ада қаласыз. Әр қайсымыздың өз жолымызда тағдырымыз бар. Теңдесі жоқ өмір сүруді қаласаңыз, киелі рухтың басшылығы өте маңызды. Рухпен өмір сүру бұл бұлыңғыр ғана түсінік не қиял емес. Бұл рухани тәртіп пен жеке құлшылықтың көрінісі. Көңіл көтеру емес, Құдайға бағышталған өмір, жеке және қоғамдық саладағы мойынсұнушылықтың әрбір қадамымен Құдай өміріңізді мақсатын түсіндіреді де, даусын одан да анық естуіңізге қабілет береді. Өміріңіз бен оның әлеуеті Құдай берген құралдарыңыз, бар байлығыңыз да, дарыныңыз бейтаныс адамдардың ой-пікірлері мен үміттерінің астына көміліп жатса, өкінішті. Жер бетінде көрермен сияқты ғана жүре бермеңіз. Өміріңізде Құдай орындамақ көптеген маңызды да қызықты жайттар бар. Бұған көзіңізді жеткізер уақыт келді. Болашағыңыз дәл осы сәт. Сізде бары уақыттың дәл қазіргі нүктесі. Еш қайсымыз да ертеңгі күннің кепілі жоқ. Бірақ дәл осы нүкте, осы жерде қазір толықты меншігіңіз. Оның сізден ешкімде тартып алмас. Таңдауыңыздың күші де соншама, ол келешек өміріңізді түгелімен өзгерте алады. Тағдырыңыз құдіретті Құдайдың уәделеріне толы да таңғажайып. Алайда өміріңіздің кітабы ашылмай қалады деген де мүмкіндік бар. Ашсаңыз да беттеріне еш мән бермей біреуіңіздің де әбден ықтимал. Бір-біріне көше біреуіңіз де әбден ықтимал. Паул елшінің Галаттықтарға жазғанына көз салайық. Әркім өз іс-әрекетін тексерсін. Сонда өзін басқалармен салыстырмай, жетістіктерін мақтан ете алады. Өйткені әр адам өз міндетін атқаруға тиіс. Галаттықтарға арналған хат, 6 тарау, 4-5 аяттар. Басқа біреудің тағдырына үңілумен болсаңыз, өз болмысыңызды тереңінен танып білу қиынға соғар. Ал әлсіремей, әрі қарай жүргіңіз келсе, өмір деген бұл саяхатта тағдырыңыздан әбден хабардар болуыңыз шарт. Сонымен парасатсыз емес, ақыл парасатпен өмір сүруге ерекше ден қойыңдар. Жақсылық жасауға әр мүмкіндікті пайдаланыңдар. Себебі қазіргі күндер зұлымдыққа толы. Ефестіктерге арналған хат, 5 тарау, 15-16 аяттар. Уақытыңызды жоспарламасаңыз, қажеттіліктер мен есеңгіреу арасында жоғалып, жүргенмен өмір зымырап өтеді. Оқып болғаныңызда қолыңызға бірден қалам мен қағаз алыңыз. Уақытты тиімді және ұқыпты пайдалану жолдарын белгілеп алыңыз. Күндеріңіз немен өтіп жүргенін біліңізде, армандайтын уақытыңызды қайтарып алыңыз. Мақсат пен армандарыңызды мұқият реттеңіз.
Теңдесі жоқ қыздар нені армандайсыздар? Кенеттен өміріңізді қызықсыз немесе қарапайым екенін байқай аласыз. Бірақ оның қазір қандай күйде екені маңызды емес. Құмыраларыңыз не? Оны жоғалтып алсаңыз, Құдайдың алдына келіп, және оны қайта тапқанша қалыңыз. Ойыңызды да, жүрегіңізді де тазартыңыз. Серуенге барыңыз. Мадақтау әндерін тыңдаңыз. Ғибадат етіңіз. Жаныңыздың қайнар көзімен қайта байланыс орнатыңыз. Мақсат қою мен армандау үшін ешқашан тым кәрі, тым кедей, тым бай, тым білімді, не тым білімсіз емессіз. Сонымен бірге, бұлар үшін ешқашан тым жаста емессіз. Сенуші әйелдерге қарап, өмірлеріне де, қызметтеріне де орнаған құлпырауды көргенімде әбден таңғаламын. Бүгін маңдайымызда әдемі, батыл, құдайшыл қыздардың көп болғаны сонша жүрегім үмітке толады. Мен болсам, тырысып, жоғары қарай қозғала беруім жетер, кішкене шегінуім де болар деп жақында ғана ойлап едім. Сонда киелі рухтың былай дегенін естідім. Олардың пайда болғаны сенің артқа шегінуің керек дегенді білдірмейді. Табанды бол да алға қарай жүре бер. Олардың сені артқа итеруін жоспарлаған жоқпын. Олар сені артқа итеруін жоспарлаған жоқпын. Олар сені алға ғана итерсін. Алға жылжуым әрдайым бір келкі бола бермейді. Алайда Құдайдың басыңды төмен қаратты, қолыңды төмен түсір дегенді ешқашан естіген емеспін. Ол қайта жоғары шық, жігеріңді сақтап қал дейді. Құдайдың қыздары бірлікте болғанда, жаратқан иенің ұлылығы көрініс табады. Ендеше сүйіктім, мен сізбен құмарлығымды бөлісейін. Құмарлығым сіз. Майланған Мәсіхтің сізде көрінуі үшін дұға етемін де, мен еңбек сіңіремін. Бастапқыда жалғыз өзіңізге сеніп тапсырылғанды табу үшін Құдай керектің бәрін берді. Мен сізге ең маңызды ізденісте иемізді іздеуге көмектескім келеді. Осы кітапты жазған кезде тым ауқымды тақырыпты қамтуға бел буғанымды түсіндім. Біз бәсекелестердің пайдамызға таласқан күні өмір сүріп жатырмыз. Паул елші басқа заманда өмір сүрді, алайда ол жақсы көретін қауым шайқастарды бастан өткерді. Сендерді Құдай берген қамқорлықпен қызғыштай қорғап келемін. Өздеріңді бірақ күйеу Мәсіхке айыттырып қойдым. Әрі пәк таза қыз күйеулеріңде ұзатқым келеді. Әзәзіл жыланның қулықпен Хауа ананы алдап, азғырғандай, кейбіреулер сендердің де ой саналарыңды Мәсіхке деген адалдық пен пәк берілгендіктеріңнен ауытқытып жүрмесін деп уайымдаймын. Себебі біреулер сендерге келіп, біз уағыздағаннан өзге Исаны уағыздағанда, немесе өздерін қабылдаған киелі рухтан өзге рухты, я қабыл алған ізгі хабардан басқа біреуін насихаттағанда, сендер бұның бәріне оңайлықпен көне кетесіңдер. Коринттықтарға арналған 2 хат, 11 тарау, 2-4 аяттар. Келі кітаптың The Message аудармасында былай жазылған. Мені ренжітетін де, мен соншама уайымдайтын нәрсе, ішімде жанып тұрған Құдайдың құмарлығы. Иса Мәсіх үшін сендерді таза да, кінәратсыз қалыңдық санап, сендерді иеміз Исаға атастырып қойдым. Енді Хауа ана жұмсақ сөздермен алданған сол бір жылан сендерді де арбап, Мәсіхке деген сүйіспеншіліктерінің қарапайым тазалығынан алыстатып жібере ме деп қорқамын. Біреу сендерге біз ашқаннан басқа Мәсіхті уағыздағандай, ал бұл деген басқа рухы бар басқа хабар, сол жалған хабарға сеніп жүрген сияқтысыңдар. Мені ана немесе әже ретінде тыңдаңыз. Сіз ымыраға келу үшін, басқалардай болу үшін жаратылған жоқсыз. Жаратушы өзінің бірегейлігін сіздің ДНК-ға тоқыды. Тек сіз әлемге оның сүйіспеншілігі мен даңқының қайталанбас көрінісін бере аласыз. Және мұның жемістері мен сыйлары мәңгілікке жалғасады. Мәңгілік тәждер. Осы кітаптың басында сіздің кім екеніңізді, Құдайдың кім екенін және бізге берілген құралдарды пайдалана отырып,
онымен қалай жақын қарым-қатынас құруға болатынын түсіндірдім. Біз Құдайдың болмысына ортақтас ететін бөлшеуміз, және құнды уәделерден басқа биліктің бейнелейтін әшекейлеріміз де бар. Тарихы бар зергерлік бұйымдарды әсіресе ұнатамын. Неке жүзіктерім отбасымыздың тарихын бейнелейді. Ұлдарымның әр қайсысының дүниеге келгенінде сыйға алған жүзіктерім бар. Семсерге ұқсайтын алқам және жебе тәрізді білезігім бар. Қыздарша күресуді бейнелейтін тағы бір білезік те бар. Өмірімдегі маңызды оқиғаларға немесе өзгерістерге орай достарым сыйлаған зергерлік бұйымдарым да бар. Сыйдың мағынасымен берілген уақытына қарай ол зергерлік бұйым немесе жай әшекей болады. Ханна Харнард жазған «Маралдың шыңға көтерілуі» атты мәсіхшілік романды аса ұнатамын. Бұл шығарманы алғаш рет 20 жасымда оқыдым. Алайда ол әлі күнге дейін көз алдымда. Балаларыма оны жасөспірім кезінде оқып бердім. Қажет болғанда қазір де оқимын. Бұл шығарма жүрегінде қорқыныш болған жас қыздың үйден биіктерге, тауларға аттанғаны мен кемел сүйіспеншіліктің қорқынышты ығыстырып шығуы туралы. Саяхатында жас ару көптеген жайттар мен сынақтардан өтеді. Қиындыққа тап болған, әр жерде құрбандық орнын тұрғызып, бір тас теріп, саяхатын жалғастырады. Бір кезде көңілі түсіп, Құдайдың уәдесін соншалықты алыс болып көргендіктен, ол құрбандық жерінің тастарын пайдасыз нәрсе ретінде тастап кете жаздайды. Алайда, біраз ой толғап, кейіпкеріміз тастарын ары қарай алып жүруге бел буады. Онысы дұрыс болып шықты да. Тастардың әр қайсысы соңында арудың киетін тәжінің бір әшекейіне айналады. Киелі жазба зерттеушілері киелі кітапта айтылған 5 ерекше тәж бар деп есептейді. Күнәміз бен ұятымызды Мәсіхтің әділдігіне айырбастаған кезде әділдік тәжін аламыз. Қоршаған жайттарға қарамастан Құдайға құлшылық етіп, оны дәріптейтіндер үшін қуаныш тәжі бар. Иеміздің керемет оралуын табанды күтетіндерге даңқ тәжі беріледі. Кітаптың соңғы бірнеше бетінде қалған 2 тәж туралы көбірек айтқым келеді. Солмайтын тәж. Ол туралы қорғынтықтарға арналған 1 хатта айтылған. 9 тарау 24-27 аяттары. Жарысқа түскен жүйріктердің бәрі жүгіріп, біреуі ғана жүлдеге ие болатынын білесіңдер. Сендер де жүлдеге ие болатындай Мәсіхтің жолымен жүгіріңдер. Әрбір жарыскер барлық жағдан қатаң ұстамдылық танытады. Оның алғысы келетіні кейінірек солып қалатын гүлдестесі ғана, ал біздің алатынымыз мәңгі солмайтын жеңіс тәжі. Сондықтан мен мақсатсыз жүгіріп жүрген жоқпын. Жұдырығы мен ауаны босқа ұрған боксшы сияқты да емеспін. Қайта, басқаларды рухани күреске шақырған мен, жүлде бөліскенде құр алақан қалмау үшін тәнімді ауыртпалықтарға душар еткізіп, өзіме бағындырып жатырмын. Бұл тәж жарыста алынған сый. Жарыста қалай жүгіретінімізге жаттыққанымыз әсер етеді. Жаттығу қызық емес. Алайда ол жарыстан шығып қалу немесе жеңілу сияқты жағымсыз емес. Көп жағдайда жаттықтырушымыз киелі рух. Осылай, Құдайдың киелі рухын ренжітуден аулақ болыңдар. Онымен таңбаландыңдар. Өмірлерінен орын алған киелі рух бір күні жамандық аталудан азат етулеріңнің кепілі. Ефестіктерге арналған хат 4 тарау 30 аят. Не істесек те еріктіміз, бірақ барлығы тиімді емес. Барлығы жарыста жеңуге көмектеспейтін сияқты. Тақуа өмірге апармайды. Жарыста жақсы жүгіру үшін не керек екенін Құдай біледі. Қашан тезірек, қашан жайырақ жүгіру керектігін біледі. Кімге еріп, кімнен аулақ болу керектігін біледі. Оның нұсқауларын орындасақ жеңеміз. Өкінішті нәрсе үшін жарыспай, мәңгілікке ұмтыламыз. Жер бетінде өздеріңе дүние байлық жинамаңдар. Оларды күйе жеп, тот басады, немесе ұры бұзып кіріп, ұрлап кетеді. Қайта,
өздеріңе байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оны не күйе жемейді, не тотта баспайды. Ұры да бұзып кіріп, ұрлап кетпейді. Байлықтарың қайда болса, жүректерің де сонда. Матай жазған ізгі хабар, 6 тарау, 19-21 аяттар. Жүрегіңіз көкте болса, жұмаққа жол табасыз. Қазынаңыз жүрегіңізде сақталып, сүйіспеншілікпен қорғалған. Сөздерге, идеяларға, кітаптарға, ойларға, әлеуметтік байланыстарға, сұлулыққа, шығармашылық пен даналыққа толы әлемде өмір сүреміз. Мұның көбі нағыз керемет, алайда қауіпті бір нәрсе де бар. Ол сізді міндетті түрде сүйреп әкетуге тырысады. Сізге қысым түсіреді. Бір сәтте жарысыңызды толығымен тастап кетуіңіз мүмкін. Құдай сөзі былай деп ескертеді. Осы күнәлі дүние және ондағы еш нәрсені сүймеңдер. Осы дүниені сүйгендердің көктегі әкеге сүйіспеншілігі жоқ. Себебі осы дүниеге тән нәрселердің бәрі күнәкар адамның құмарлықтары. Көзінің қомағайлылығы әрі тұрмысына мастануы көктегі әкеден емес, осы дүниеден бастау алған. Осы дүние мен оның ләззаты өкінішті. Ал Құдайдың еркін орындаушылары мәңгі өмір сүреді. Жоханның жазған 1 хаты, 2 тарау, 15-17 аяттар. Міне, осының бәрі бізді бұл дүниемен байланыстырады. Бұл дүниенің құмарлықтары 3-ке бөлінеді. Біріншісі, тән құмарлығы немесе нәрселердің біз дегендей болуын қалау. Екіншісі, көздің қомағайлығы немесе көзімізге түскеннің барлығын қалау. Үшіншісі, тұрмысқа мақтану немесе маңызды болып көрінуге ұмтылу. Әр қайсымыз осы үшеуінің кем дегенде біреуімен күресетін боламыз. Олар өміріңізде сансыз жолмен көріне алады, және олардың әр қайсысы өміріңіздің әр түрлі уақыттарында әр түрлі қалыпта болады. Күйеуім екеуміз алғаш үйленіп, әлі балалы болмаған кезде өзімшіл болатынмын. Бәрінің меніңше болғанын қалайтынмын, және дүкенде көргенімнің бәрін дерлік сатып алуға дайын едім десем, сізді алдамайтын шығармын. Құдайға шүкір, жиіркенішті мінез құлқымды ынталандыратын ақшамыз жоқ еді. Алайда әрдайым қызығар нәрселерге көзім түсетін, және оларды қолға түсіруге тырысатынмын. Бұдан кейін 3 балалы болдым. Кейінгі 5 жылдың ішінде тек қалағаным біраз ұйықтап алу болатын. Маңызды болып көріну ниетіне келсек, жасым ұлғайған сайын, отбасымның, достарымның және бірнеше рухани қыздарымның алдындағы құндылығымды сезінуім жеткілікті деп ойлаймын. Көбінесе мінез құлқымызға әсер ететін бұл құмарлықтар мәңгілік алдында түкке тұрғысыз дүниеге байланысты. Барлығы бақ, музыка, жарнама және ойын-сауық тән құмарлық қоздыруға бағытталған. Адамзат тарихында ешқашан бейтаныс адамдарға осыншама жақын болған емеспіз. Адамдар көзімен көріп отырған достармен, туыстармен қарым-қатынас жасауды қиындық көрсе, көрінбейтін Құдаймен қарым-қатынастың олар үшін үлкен сынақ болуы ғажап емес. Құдайдың еркін орындайтын адам мәңгі өмір сүреді. Жоханның жазған 1 хаты, 2 тарау, 17 аят. Дүниеден ажырау үшін өз еркімізден бас тартамыз да, Құдайдың еркін қабылдаймыз. Осы қауіпті байланыстардан емді Құдайымыздан табамыз. Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күш қуатыңмен, барлық ақыл ойыңмен сүй. Лұқа жазған ізгі хабар, 10 тарау, 27 аят. Өміріңізде Құдайға деген сүйіспеншілік мол болғанда, бұл дүниенің азғыруы азаяды. Құдай туралы ойланып, сүйіспеншілігіне берілгенімде, өзіме қарапайым қарайтынымды байқаймын. Өзіме қарапайым қарасам, айналадағыларымды жақсы көремін. Құдайға назар аударғанымда, басқаларға сүйіспеншілік танытқанымда, бос нәрселерді қууды қоямын. Қарым-қатынасыма көңілім тояды. Әй опасыздар, осы күнәкар дүниемен достасу
Құдайға қастық екенін білмейтін бе едіңдер? Осы дүниемен дос болғысы келген әркім Құдайдың жауына айналады. Жақыптың кітабы, 4-ші тарау, 4-ші аят. Кейде киелі кітапты байыппен қабылдаймыз ба, әлде оның рақымдылықпен тапсырылған міндетімізге қатысы болмай қалды ма деп ойлаймын. Адамның жаратушысына қарсы шығуды саналы түрде таңдағанын елестету қиын. Паул елші заңда да, рақымда да өмір сүргісі келетіні неке адалдығын бұзушылармен кездескен. Жақып елшінің бұл сөзі жаратқан иемен келісімдері бар. Алайда Лот іспетті бұл дүниемен араласатындарға арналған. Назар аударыңыз, бұл ауысу жай ғана әлеммен дос болу ниетінен басталады. Дәлірек айтсақ, дүниеге деген төзімділікпен. Жақып бұл жерде нақты не айтып тұр? Бұл дүниеде досқа ие болу, тіпті дүние сал адамдармен дос болу, күнәкар дүниенің өзімен дос болумен бірдей емес. Әлемнің досы болуымыз керек. Алайда күнәкар дүниемен достықтан аулақ болайық. Біріншісі, біздің әлем халқына деген көзқарастарымызды көрсетсе, екіншісі, күнәкар құлдықтар жүйесімен достықты білдіреді. Сізге үстем болған үстінен ешқашан билік жүргізе алмайсыз. Біз дүниенің күнәкар құндылықтарына ортақтасуға емес, дүниеге жанашырлық көрсетуге борыштымыз. Бұл деген мынаны білдіреді. Біріншісі, дүниемен бірге шешінудің орнына дүниенің жалаңаштарын киіндіру. Екіншісі, дүниенің күнәсіне ашығудың орнына күнәкар дүниенің ашынғандарын тойындыру. Үшіншісі, дүниемен төсек бөлісудің орнына керемет сауығудың елшісі болып, ауруынан қиналған дүниенің төсек басында отыру. Төртіншісі, адамдармен жеке деңгейде қарым-қатынас жасағанда да Құдай патшалығының өсиеттерін құрметтейтін елшілері ретінде әрекет ету. Бұл деген қарым-қатынастарға сын болатын күннің келетінін білдіреді. Солмайтын тәжді алу үшін бәсекеден бас тартып, Құдайды сүюге, басқаларды сүюге және өзімізді сүюге деген Құдайдың әмірін қабылдауымыз керек. Өмір тәжі. Ақырында соңғы тәж, өмір тәжі. Шамасы, оны азапталушы тәжі деп те атауға болады. Бұл тәжді еврей тілінде сенім әкелері аталған киелі кітап кейіпкерлері алды. Олардың ішінде Степан, Петр және есімдері белгісіз Мәсіхтің басқа да көптеген ізбасарлары. Осы адамдар барларын аямастан берді. Өмір тәжі теңдесі жоқ құнға алынады. Өлімге дейін маған адал бол, сонда саған мәңгілік өмір тәжін сыйлаймын. Құлағы барлар киелі рухтың қауымдарға айтқандарын жақсылап тыңдап алсын. Жеңіп шыққан әркім екінші өлімнен зиян көрмейді. Аян кітабы, 2-ші тарау, 10-11 аяттары. Киелі кітаптың The Message аудармасында бұл қалай жазылғанын ұнатамын. Саған арналғанда өзіңе шақ қылып жасалған өмір тәжім бар. Уақыты келгенде оған ие боласың. Көп адамның жүрегі қорқыныштан су болатын заманда өмір сүрудеміз. Қатты кездік, ауру, аштық пен соғыс өлім қорқынышын тудырады. Жала жабу, айыптау, қудалау, адам қорқынышын тудырады. Шайтанның бізді әрекетсіздік тұңғиығына батырғысы келетіні және бізді үнемі өзімізді қорғауға мәжбүрлейтіні анық. Ол нейрон сияқты бізді бір жағынан қатыгездікпен де сұмдықпен таңғалдырса, екінші жағынан байлықпен, азғындықпен азғырмақ. Жауымыз құдықтың басында тұрып, ішіне тиын тастап, бос тілекпен ғана мәңгі шектелмейтінімізді қалайды. Алайда бұл тәжді алғысы келген терең суға сүңгуге тиіс. Жақында бір күнде 3 қорқынышты оқиғаға тап болдым. Екеуін рухани қызымыздың әлеуметтік парақшасынан оқыдым. Отбасымен бірге ол Израильдегі жыныстық құлдықпен күресіп жатқан ұйымды басқарды. Бірінші мақалада
Өз өмірлерін қиған 150-ге жуық жас қыздар мен әйелдер жайында оқыдым. Барлығын Даиш лаңкестік ұйымыны тұтқындап, жыныстық құл ретінде ұстаған. Лаңкестер онсыз да ауыр, яғни рухани де физикалық жарақатқа қорлау қосу үшін тұтқындарының денелерін иттерге жем қылыпты. Өз көзіме сенбей, хабарламаны талай рет қайталап оқыдым. Мұндай ашықта ұятсыз зұлымдылық қалай ғана жүзеге асты? Осы жолдарды жазғанда көз алдымда бір сурет пайда болды. Иттер жас әйелдердің денесін айуандықпен жыртып жатыр. Қиялым салған суреттерді көргенде үрейленіп, Аян кітабындағы сөздері есіме түсті. Айдахар әйелге долданып, оның өзге де ұрпақтармен, яғни Құдайдың бұйрықтарына бағынып, Исаның шынайы хабарына адал болып жүргендермен шайқасуға аттанды. Аян кітабы 12 тарау 17 аят. Осындай әрекеттер адамның дәті бармайтын асқан қатыгездік. Бұған тек қаһарлы Айдахар ғана қабілетті. Бұл қаһар иеміздің өсиеттерін орындайтын және Исаның куәлігін берік ұстанатын әйел мен балаларына бағытталған. Соңғы 10 күнде бұл сурет мен үшін күңгірттеніп, орасан мөлшерге жетті. Келесі мақалада Құран жаттаған еркектерді жыныстық құлдармен марапаттау туралы сөз болды. Кәпірлерді зорлау ғибадатпен теңестірілді. Оқып отырған кітабыңыз басылымға шыққанша бұл сұмдық жайттардың орнын одан бетер қаттыгез қорлық басады деп үрейленемін. Үшінші оқиға жұмыс электрондық адресіме келді. Қудалау немесе кедейлік адамдардың мәсіхшілік ақпаратқа қол жеткізуін шектейтін елдерге тегін мәсіхшілік медиа қорын ұйымдастырған бір негізгі қызметкеріміз бар. Таяу шығыста жұмыс істейтін батыл достарымыздың бірі Сириядағы бауырластарымызға жасалған шабуылда қаза тапты. Бұл адамның қандай жағдайда қайтыс болғанын түсіндіріп, олар бізге былай деп жазды. Біреулер көп берсе, басқалары бәрін береді. Бұл жаңалыққа әбден таңғалдым. Кездесуге келе жатып, қызметіміздің кенеттен жесір қалған әйеліне ойша хат жазуға тырыстым. Не жазсам да, хатым өмірі мен жағдайын қорлау сияқты көрінетін сезіндім. Кешіріңіз деу тым үстірт көрінді. Рахмет деу бұл жағдайда орынсыз еді. Оған шейіт болуды білмей, үйде қауіпсіз отырып, хат жазғанымды түсіндім. Қолымда әр қашан мәсіхшілік әуендер мен ғибадат бар. Мәсіхшілік кітаптар мен киелі кітаптар толып жатыр. Қоймаларым тамаққа, шкафым киімге толы. Немерелеріме қарасам, олар мәсіхтегі бауырластарымыздың осындай азапты бастан кешіріп жатқанын білмей күліп ойнайды. Ұялдым. Кенеттен өмірім бұзылғандай болды. Өмірім бос қабықшадан қымбат емес. Мен білгенім де, иемденгенім кенеттен немерелерім үрлеген сабын көпіршіктері сияқты салмақсыз болды. Біреуге қоңырау шалғым келді. Ішімде толғанған сұрақтардың еш қайсысына жауап бере алмаса да, басымнан өткенімді түсінетін жас үлкен ақылды әйелге. Неге деген сұрақтарыма шек жоқты. Мұхиттың арғы жағындағы әйелдер тағы бір сәт өмір сүргенше, өмірлерін қиюға дайын тұрғанда, менде неге соншама нәрсе бар? Әділдік қайда? Бастан өткерген сол бір ауыр сыну жайында бірдеңе жасағым келді. Салыстыра бастадым. Мұндай қарама қайшылықты сезінудің кінәсі жоқ. Алайда салыстыру өзімен өзі еш пайдасы жоқ. Бұл сұрақтарға жауап жоқ. Айдахарға айналған жылан мен оның ықпалымен бір-біріне зұлымдық жасайтын адамдар бар. Сонда менде таңдау бар екенін түсіндім. Осы ашулы сұрақтарды қоя беру немесе өмірімдегі сұрақ белгілерінің леп белгісіне ауысына жол беру арасында тұрғанымды түсіндім. Көз жасымды сүрттім де, олардың өмірі мен үшін грамматика сабағы болып, өмірлеріме тыныс белгілерін дұрыс қоюға деп шештім. Осындай қуғын сүргін оқиғалары жаңалық емес. Әр ғасырда бұндай жайттар бір емес, бірнеше рет болған. 55-тегі мен жауап бере алмайтын сұрақтардың жауабын білетін әйелге айналуым тиіс. Негізінде
Мағынасы жоқ нәрсеге жастың бір өзі мән бере алмайды. Біз қазірдің өзінде мәреге жеттік. Біздің күндеріміздегі оқиғалар мәңгілікті одан да салтанатты етеді. Сондықтан да мұндай мүмкіндік бар кезде аянбай еңбек еткеніміз абзал. Бұл оқиға мәңгілікте ғана мағынаға ие болады. Бірақ әзірше осы жерде және қазір дұға ете аламыз. Және жүрегіміз бәсекелестіктен, көре алмаушылықтан және салыстырудан таза болса, Құдай дұғаларымызды естиді деп сене аламыз. Бәріміз бір тұтас рухани денеміз. Құдайдың рухы да біреу. Сол сияқты Құдай сендерді шақырғанда бірдей үміт берді. Иеміз бір сенімдеміз, шомылдыру рәсіміміз де бірдей. Барлығымыздың бір Құдай әкеміз бар. Ол бәрімізден үстем, және бәріміз арқылы әрекет етіп, бәріміздің жүрегімізден орын алды. Ал әр қайсымызға Мәсіхтің рақым етіп үлестіріп берген ерекше рухани дарындарымыз бар. Ефестіктерге арналған хат, 4 тарау, 4-7 аяттары. Өз өміріңізді сүріңіз. Бізге көп нәрсе берілді. Біздің қайталанбас көзқарасымыз, сыйлығымыз, көргеніміз бен бастан кешіргеніміздің бәрі тағы бір сыйлық. Таңдауымыз бар. Мұның бәріне бізді басып кетуіне жол беріп ештеңе істеместен бір орында отыра бере аламыз. Өмірдің бұл сыйлықтарын ұсақ түйек ретінде қарастырып, көңілімізді қалдыра аламыз. Немесе бастан кешкен сәттердің құдіретіне ой жүгіртіп, алға жылжып, таңғажайып өмір сүре аламыз. Соңғы 10 жылда жан тәрбиесінен гөрі арыстандар, қылыштар, айқыш арқалған әйелдер мен арулар туралы, қыздарша күресу, көз жасы төгілгенше сүю туралы көбірек жаздым. Енді осы жолдарды жаза отырып, ішіңізде бір келген орасан зор әлеует жүзеге асады деп үміттенемін. Себебі, теңдесі жоқ өмір сүруге шақырылған Құдайдың қызысыз. Теңдесі жоқ әкенің сүйіспеншілігіне иесіз. Теңдесі жоқ заманда өмір сүріп жатырсыз. Теңдесі жоқ елде тудыңыз. Теңдесі жоқ құрбандық құнымен ақталдыңыз. Сізге теңдесі жоқ есім сеніп тапсырылды. Теңдесі жоқ рухани құдіретке иесіз. Теңдесі жоқ тілде сөйлейсіз. Теңдесі жоқ дененің бөлігісіз. Құдай сізге теңдесі жоқ тапсырма берді. Теңдесі жоқ қаруға иесіз. Теңдесі жоқ соғыста күресіп жатырсыз. Теңдесі жоқ дұға етуге шақырылдыңыз. Теңдесі жоқ егін оруға тағайындалдық. Сондықтан да бәріміз теңдесі жоқ мүмкіндіктерге ие болдық. Тағдырымыз теңдесі жоқ мәңгілік. Сұлулықпен, күшпен, ізгілікпен, ұлылықпен теңдесі жоқ өмір сүрейік. Біреулері көп берсе, басқалары бәрін береді. Иеміздің алдында тұрыңыз. Үмітіңіз нұрлансын. Оған адал қызмет етіңіз, және оны әрқашан және барлық жерде сүйіңіз. Өйткені сіз әпкем де досым, теңдесі жоқ тағдырға иесіз. Ендеше сүйіспеншіліктен туған батылдықпен жүріп, тағдырыңызды батылда, табанды түрде жүзеге